Selam dostlar. Men ko'p vaqt hech qanday video tushirgan jo'qman, және де men o'ylab turman, bugundan boshlab qaytadan YouTube'ga video tushirib boshlash kerakman. So'ndықтан endi hafta sayin video tushirishga tirishатын bo'laman. Dostlar, bugungi 7-mамыр Отан қорғаушылар күнімен сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Және де бұл видео, бұл влог сол күн туралы болады. Ал қазіргі уақытта бүгін 7-мамыр және де демалыс, сондықтан біз мектепке барған жоқпыз. Біз 6-мамыр құттықтамадық балаларды, сондықтан 8-мамыр күні ертең біз балаларды құттықтайтын боламыз. Мен басында вообще келген жоқ мектепке, бірақ баратын болдым. Уже где-то 3 аптадан кейін мектеп бітеді, және де жазда мен көбірек видео түсіретін боламын. Ал қазіргі уақытта мектеп біткенше дейін мен күнде мектептегі последний күндерім, осы оқу жылындағы последний күндерім қалай өтіп жатқанын көрсететін боламын. Кстати, бүгін демалыс болған үшін мен деген стоматологқа барып келдім, және де ол мен брекетімдағы резинкалардың түсін өзгертті. Мен деген радужный қылдырдым. Және де грустный факт, менің брекеттарымды уже 2 айдан кейін шешеді. Бүгін дала очень облачный болып тұр, баруға, бірақ күшті болып сырағынады. Күн қатты жоқ. Шықтым, қазір папаны машинамен келген күтіп тұрмын, ол мені мектепке апарып тастайды. Бүгін менде осындай образ, вот, как обычно, в школе формамен баратырмын. Мен деген осы гүлді қазір жылдында ұзатып әдемі қылып қойдым. Бүгін ешқандай заколкасыз, ештеңесіз баратырмын, потому что керек емес. Боянғанда жоқ қойдым, бірақ бояным менде. Редко боянып бастадым мен. Алматыдағы влогтардан бастап уже. Пакет алайын. Папа, ассаламу алейкум. Подожди, қазір. Алты сабақ бүгін. Ya. Kalau sewot ya. Hello. Video. Бізде бірінші сабақ болды, физикадан тест жаздық. Мен онда конце жазбадым, половинасын жаздым. Вот Коста қатты көп адам жоқ. Вот телефон жинап алды. Бірақ та енді осыдан кейін бермейтін шығармын, потому что Нұргүл апай біздің класс руководителіміз разрешила маған видео түсіруге. Вот флаг күшті болып тұр. Бізде химия кабинеті, поэтому біздің кабинетімізге обзор. Мына жерде Менделеев кестесі, мына жақта Менделеев ары қарап тұр. Менделеев. Мама, короче, мында ары қарап тұр. Адам бердісін. Мына жерде әртүрлі бірдеңелер тоже химияға қатысты. Короче, қызықты ғой, бірақ шейлі слова болмайды. Біреулер курткалармен, куртка деп біреулер курткалармен жүрген. Что делаешь? Не подарок бересіңдер? Привет. Кімге видео? Ютубқа? Яп қаламыз. Айтпаймыз, көресіңдер подаркымызды. Керек зат па? Мен өзім білмеймін да сәлем ұтып кеттім, не беретінімізді. Керек зат па? Соны айт. Білмеймін. Реально ұтып кеттім, не екенің ішінде. Вообще қызы. Қомаш? Видео атсырып. Потом көрсетеміз, видео атсырып. Все, күт. Влогымды күтесің ба, қарайсың ба влогымды? Қарайым, яға лайк басам. Мен влогтарым ұнай масаған. Мен саған подписымын. Автограф можно? Сен каналын үшін, то есть почти көп қарамайсың. Подписывайсың ба маған? Видеоны қарамайсың, Надо исправляться. Сен менің ютубта видеоларды көресің ба? Подписымсың ба? Видеолар ұнай ма? Қалайсың? Влогтары? Ура! Мен образымды дұрыс көрсетамадым, вот айнадан көрсетейін. Күреш болып тұрмын ба? Бұны алып цветочек алып тұрдым. Завял. Да, интервью алайыншы. Давай, сен маған подписынсың ба? Мен видеоларымды көресің ба? Лайк басам, комментировать етем, не бересің маған? Оны ештеңе жоқ. Сен маған подписынсың ба маған? Жоқ. Видеоларымды қарамайсың ба? Қарамайсың, сізді кімсіз. Мен деген, короче, лабораториядамын.
химиядан. Вот, бізден қазір уже Жансаяда түсіріп жатыр. Короче, біз балдарға подарка дайындап жатырық. Но не? Осындай. Сосын тағы да не беретін едік? О, кайф қой. Сосын еще суши, пицца, чикен, анау мынау. Кола, сок, кайф қой. Жемейтінен осы ма тек қана? Осы екеуден, да? Емін, кайф қой. Қара, апай, інім екеумізге заказ берді. О, күшті. Уже қоңырау соғып жатыр. Ту, барғым келіп тұрған жоқ. Мен уже көмектесейін десем, мен ештеңе істеу білмеймін. Апай айтты, сен будущий күйеуіне не повезло деп. О, дала күшті болып тұр екен, е? Ну, скучно. Ну, ше, балдардың биттері ма? Ем. Капец, қой. Кстати, қолымды қараңдар. Рукожопный. Короче, қолымды қараңдар, сағын үстіне жаздым. Істедім, то есть. Бәрін биттерін жасадыңдар ма? Жестко ғой. Ана жақта біздің классымыз дейсің. Амина. Бақырып жатыр. Бақырып жатыр. Ана жақта біздің кабинетіміз, мынау деген апайдың өзінің кабинеті. Хорошо, мен телефоным менде. Бізде тоже жаман болар еді. Мен вообще сабақта болу керек ма ана жақта. Бірақ та мен мына жерде жүрмін. Еще Амина қосылды біздің қасымызға. Короче, ағып кетті. Апаймен бірге кабинетті дайындауға, біз тамақ жейтін анда столдарды, парталарды қозғауға. Мен қозғалмаймын. Жоқ, қозғаламын енді, конечно. Мен, короче, бармадым. Вот, мына жақта Жансая, Амина и Аялым. Төртеуіміз жүрміз. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын. Амина вообще тамақ жеп отыр. Сауға бармай ақ қояйын. Мы делаем вид, что что-то делаем. Вот, вообще, молодец было. Ничего не делайте. Break my leg, hurt me bad, make me cry, I'm so sad. Они нас выгоняют. Мы же очень помогаем, да, Айча, Амина? Мен бүгін настроением күшті болып тұр. Боже, это Нурсат. Вот это Алхан, он заводит. Это кто? Это Арсен. Мы можем примерять лица. Аялмын мен, Ағзолмын. Давайте біреу дауышкын любит. Екі лучший дос было. Біз, короче, аппарат жасаттар Көркембек кабинетіне. Жан сексіздің бе? Бір қыз өтіп барқанда вау дейді ғой, тамаққа қарап. Біз Көркембек кабинетіне келдік. Кайф қой. Мен ештеңе жемеймін, бірақ шынымен ондай тамақ ұнатпаймын. Ну, то есть осындай жерлерден. Көркембек кабинетінен осы дене көрінеді. Узнал шишей. Қазір торт жейміз. Бір қыздар болып. Балдар денеге кетті. Біз осы кабинеттеміз. Қазір біз деген шай ішіп, короче, осы торт жейтін боламыз. Балдардың празднигінде, балдарская тамашин деп жатырық. Бана чуть-чуть, конечно, ұрыс болды. Вот, бірақ та все равно бүгін күшті болып жатыр. Вот. Қыздар деген пока что кетіп қалды. Мен деген чай ішпеймін, сондықтан осындай өз суым бар, соны ішем болды. Кайф қалды. Чай не еш, да? Чайды жемеймін мен де. Мен су ішем. Амна. Мен чай жеймін. Суды жеймін. Біз Амина екеуміз бірге жеп жатырық, бірге отырып. Вот, Амина стул әкелуге келді. Кетті, то есть. Вот, бәріміз отыр. Кайф қой.
Балдарға торт берейін деп жатырық. Мен еш естіп отқан жоқпын. Амина да. Амина екеуміз түсіріп жатырық қой. Привет те. Это последний сюда. Мен только сұрап кеттім. Мен, короче, ақшаны сұрап алдым. Мен ешкім жоқ почти. Ладно, адамдар көп екен, оказывается. Только кіріп кетейінші. Мен, короче, кіріп кеттім, чтобы видео записать. Короче, қазір бізде последний сабақ ағылшын болып жатыр. Және де бізге разрешили просто телефон қарап отыруға. Вот, мен только сразу сұрап кеттім. Вот, мен біліп тұрмын, қазір телефон қаратқызбай қалатын сияқты, потому что балдар шуаса сразу все сабақ өткіздіреді. А балдар бізде тыныш отыра алмайды. Короче, білмеймін енді. Қазір мен туалеттемін, коридорды записать етейін десем, коридор адамдар көп екен ғой. Вот, түсіруді ұялып қалдым, білмеймін. Как в прошлый раз біреуге соғысып сол айтып жүрсем, странно, ой, ұят қойым. Вот, Фейсбукқа түсірілген влогта біреуге соғысып кетті ғой, коридорда сөйлеп телефонға жүріп батам деп. Сосын айтқым келгені, біздің класста едік те 6 қызбыз ғой. Соның 4-еуі сұранып кетті ғой. Вот, вообще одиноко көбінесе етекті бізде балдар. 13 бала, а қазір еще 2 қыз болып қалдық та. Енді вообще капец болады. На туалеттен прям окошко тұр. Вот, ар жақта дене болып жатыр адамдарда. Білмеймін қайсыны. Бірақ та, ладно. Кстати, балдарға біздің берген подарогымыз ұнады. Оларға біз уно бердік. Сосын анандай липучкалы, как это, я не знаю, как қалай называется. Вот. Бірақ телефонның артына жабыстыруға болады. Үстінде любой жерге телефон жабыстыруға болады, любой поверхностьқа. Все, біз уже сабақтан шықтық. Қазір папаға машинаға бара жатырмын. Папа уже келді. Вот. Әне, папа келіп тұр. Как всегда, алып кететін жері осында. Ал мына мектебіміз. Папа, ұйықтатсың ба? Дала бұлт толып тұр ема. Осымен видео аяқталады. Влог қызықты болып шықты деп үміттенемін, және де ұнаса комментарий жазып лайк басып кетіңдер. Келесі видеоларда кездескенше.